қайшы көрсем болды, қолымдағы қайшымен барлық нәрсені қиып тастай беретін әдетім бар еді. Папамның папасы аяқ киім шебері болған, аяқ киім тігетін. Ол жағынан қаннан да дарыған ба деп ойлаймын өзім. Сол кезде Қазақстан бойынша 10-дықтың ішіне кіріп финалға шықтым. Бір машинкам болды, папама алып берген, комиссия ретінде, сарапшы ретінде шақырып жатыр. Сол кезде жастарды көріп жатырмын, қалай шығарып жатыр, олардың идеялары мықты, ойлары ұшқыр, яғни фантазиялары мықты десем де болады. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бүгін тәлімгер жобасының екінші шығарылымы. Жалпы барлығымыз білетіндей, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деді. Жалпы биылғы жылы біз жұмысшы мамандықтардың құндылығын арттыру, жас мамандарды дамыту бойынша көптеп жұмыс жасаймыз, әсіресе осы арнайы кәсіп мамандары. Сонымен бүгінгі шығарылымда бізде қонақта Нилуфар академиясының негізін қалаушы, дизайнер Нилуфар Әшімқызы. Нилуфар ханым, қош келдіңіз. Жалпы еркін отыра беріңіз. Алғашқы сұрағымызды бастайық. Жалпы осы жұмысыңызды, кәсібіңізді қалай бастадыңыз, қашан бастадыңыз, кім болып жұмыс істейсіз, осы туралы айтып өтсеңіз. Мен конструктор, модельер, дизайнермін. Кәсібімді негізі 2019-дан бастадым десем де болады. 2009-2008 жылдардан бастап, 2007-2006 жылдары мен Түркістан қаласындағы, яғни қазіргі пет колледжға оқып бітіруіммен осы өзімнің саламды бастап кеттім. 2009 жылдары өзім ательеде жұмыс істеп бастадым. Сол кездерде бір жылдай ма, сондай бір ательеде жұмыс істеп, ары қарай тағы да өзімнің білімімді дамытып, Ташкентте оқып келдім. Ташкентте оқып келгеннен кейін ары қарай жалғастырып, университетте оқыдым. Университетте 2013 жыл бітірдім, 2013-те. 2013-те бітіріп, 2016-2015 жылдары қайтадан өзімнің жеке ательемді аштым. Сол кезде менде жалғыз өзім бастаған болатынмын сол ательені. Ары қарай менде жайлап тігіншілер алдым, тігіншілер көбейді. Одан кейін магистратурада оқыдым. 2019 жылы оқыдым, магистратураны бітірдім. Қазіргі күнде сол ательемен жаңағы қыздарды оқытумен айналысамын. Керек. Мынау енді екінші сұрағымыз болсын. Жалпы сіз тек қана дизайнерсіз бе, әлде басқа да қандай бір бағыттармен айналысасыз? Жалпы дизайнер ретінде курстар, тренинг, семинар өттіңіз ба? Шәкірттеріңіз бар ма? Оларға шәкірттеріңіз болса не үйретесіз? Жалпы қазір енді өзіңіздің академияңыз бар деп жатсыз ғой. Ол жерде сізден де басқа адамдар жұмыс жасай ма? Осы процесстерді айтып өтсеңіз. Мен 2019 жылдары өзімнің жеке курсымды аштым, тігін курсы. Ашқан себебім, мен өзім сол баста оқитын кезде көп іздендім. Қалай тігін курсы бар ме Түркістанда, қалай оқысам болады, кім бар деген сияқты дизайнерден, немесе сол тігін саласын қалай дамытып жатқан адамдар бар ма деген сияқты көп іздендім. Қарасам, именно тігін курсы жоқ екен бізде, көбісі сұранысқа ие мамандық әрбір қыз келіншек үшін. Солай ойладым да 2019-дан бастап осы жеке курсымды аштым. Өзім енді осы жерде тігіншілер, яғни тігіншілердің қолында шәкірт болып жүрдім. Одан кейін өзімнің білімімді, тәжірибемді асыру үшін Өзбекстанға барып тағы да оқып келдім. Ары қарай бар білгенімді сол шәкірттеріме үйретіп, қазіргі таңда өзім шәкірттерім бірге жұмыс жасап келе жатырмыз. Шәкірттеріммен бірге ары қарай дамытып, осы тігін курсын дамытып, тігін академиясын дамытып, үлкен академия қылып ашып, қыз келіншектерге бар білген білімдерімді үйрету мақсатым бар. Жақын күндерде осы Ташкентте тағы оқып келдім. Мюллер методикасы бойынша. Ол Мюллер методикасы, ол немецкий методика. Әрдайым өзім үстінде не дейді?
өзімді дамытып отырамын, өзім үстінде жұмыс істеймін. Айтады ғой, бесіктен қабірге дейін ілімізде дейді ғой. Сол сияқты әлі күнге дейін өзімді толықтай мен барлығын білемін, барлығым күштімін демей, мен әлі күнге дейін өзімнің үстімде дамытып отырамын. Қашанда біреу барлығын білемін деген кезде, ол сол білемін деген адам сол өсуден тоқтайды деген сөзде бар. Сол себептен әрдайым өзімді дамытуға, оқуға өзім тырысып отырамын. Жалпы шәкірттерім бар дедіңіз ғой, шәкірттеріңіздің саны қанша? Қазір шәкірттерім негізі 100-ден артық, 200-ге жақын шәкіртті оқытып шығардым. Қазір олардың 4-5-еуі өзімде қазір жұмыс істеп жатыр. Қалғандары өздерін дамытып, үйінде ары қарай жаңағы қазір Инстаграм, TikTok деген сияқты әлеуметтік желілер дамыған, сол арқылы өздерін дамытып отырған шәкірттерім де бар. Менде мынандай бір қызық сұрақ болып тұр. Білесіз ғой, жалпы жастар қазіргі таңда бұрын болсын, мысалы көп мектеп бітірген жастарға ата-анасы айтады: сен мына мамандықты таңдайсың, осыған барып оқисың дейді. Бала ол амалының жоқтығынан барып сол саланы оқуы мүмкін, бірақ кейде тастап кетіп жатады. Енді жалпы бұл салаға сіз қалай келдіңіз? Мысалы, кейбіреулер болады, қызығушылық анау өзінің ата-бабасының қанынан дарып келе жатқан болғандықтан сол саланы жалғастырып кетеді, отбасылық кәсіп ретінде. Сіздің бұл дарыныңыз, бұл салаға деген қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Бұл салаға деген қызығушылығым негізі балалық шақтан басталды деп ойлаймын. Балалық шақтан бастап жаңағы не дейді, әжемнің жаңағы көйлектерін білмеймін, ол кезден 4 жасар едім ба, кішкентай едім, әрине білмеймін. Қайшы ұстағанды жақсы көретінмін. Қайшы көрсем болды, қолымдағы қайшымен барлық нәрсені қиып тастай беретін әдетім бар еді. Сол кезде жаңа тігіншіге апарып, қара неге шифон помбарқы деген материал болатын, оның үстіне қызыл гүл түскен көйлек тіктіріп келген. Қып-қызыл әдемі гүл көзіме бірден түскен ба, қайшыны алып қолыммен сол шетіні қиып алған бір жағдайлар бар. Шетін аппликация қылып қиып алып. Соған ұқсас сондай жағдайлар көп болған енді. Сол әрі қарай сол білмеймін, қызығушылығым сол қайшыға көбірек қызығып, жаңа қиюға қызықтым ау деймін. Көбінесе қазір өзімде основном не дейді, конструктор, яғни киім пішу жағынан маманмын. Солай басталып, әрі қарай мысалға папамның папасы аяқ киім шебері болған, аяқ киім тігетін. Ол жағынан қаннан да дарыған ба деп ойлаймын өзім. Папамның папасы аяқ киім шебері болған, былғардан аяқ киімдер тіккен. Қазіргі таңда да папам қайттан сол папасының сол саласына қайттан келіп, былғары аяқ киімдерді қазақи ұлттық нақышта қазір тігіп шығарып жатыр. Айтпақшы болғаным, сол папамның папасынан, одан кейін бізде әулетте жаңа тігіншілер де көп, солардан көріп, жаңа тігіп атқан кезіне қызығып, машинкада әжем тігіп атқан кезде машинканың сықырлаған дауысын көріп, сол кезде бастап менің осы тігінге деген қызығушылығым, тігінге деген сол махаббатым сол кезде ашылған деп ойлаймын. Ары қарата сол мектеп уақытында сол еңбек пәні болатын. Енді ол кезде еңбек, черчение деген пәндер болатын. Сол кезде активный оқушы едім, жаңа черчениеден күшті білетінмін, жаңа 3 жақты, не дейді анау, 3 көріністі сызып бер дейтін болса, бірінші очередьте мен сызып беретінмін жаңағы черчениеден. Одан кейінгі еңбек пәнінен де мектеп кезінде сол конкурстарға қатысып, жаңа күз ару деген болатын ол кезде. Сол сияқты түрлі конкурстарға қатысып, сол кезден бастап сол осы тігінге деген қызығушылығыма әрі қарай ашылды деп ойлаймын. Жалпы баланың бойынан бір қасиетті көргенде, оны дер кезінде байқап, ата-ана ашу керек дейсіз ғой. Қазіргі таңда 21 ғасырдың ата-аналары осы нәрсені қолдан келе жатыр, бірақ енді да бұрын болған жоқ қой. Енді келесі сұраққа көшейік. Жалпы бұл кәсіп
саласында, айналасында осы уақытқа дейін қандай жетістіктерге жеттіңіз? Соның бір шамасын айтып өтсеңіз. Жаңа айтып өткендей, балалық шақтан сол Fashion TV деген канал болатын. Қазақстанда ТВ жоқ, Қазақстанда болғанда сондай Fashion TV деген канал болатын. Енді жоқ, ол, по-моему, полный дүние жүзі бойынша яғни фэшн индустриясында жаңағыда Fashion TV бүкіл әлемдегі подиумға киімдер шығатын, соны қарап отыратынмын. Сол кезде қарап отырған кезде сол осындай мен де подиумға шықсам ғой, осындай бір мен де сондай бір киімдерімді, өзімнің коллекциямды шығарсам ғой деген сөйтіп армандайтынмын. Енді сол арманымның бірінші қадамы, сол бірінші показға шыққан кезім, қазір сіз айтсаңыз, сұрақ бергеннен кейін сол кез есіме түсіп отыр. Бірінші сол ең қуанышты, ең бақытты шағым, сол бірінші подиумға шыққан кезім деп ойлаймын. Ол кезде сол Аида Кауменова және Динара Сейтжанның ұйымдастыруымен Қазақстанның тәуелсіздігіне арнап сондай фэшн шоу сияқты ұйымдастырды. Яғни ол сол кезде Қазақстан бойынша 10-дықтың ішіне кіріп финалға шықтым. Яғни Түркістаннан мен шықтым жаңағы фэшн неге. Сол кезде алғашқы рет мен өзімнің Түркістан атты коллекциямды жасап шығардым. Ол кезде енді коллекцияда основмен сол өзіміздің Түркістанды дамытайын, Түркістанның жаңағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің үстіндегі узорларынан шабыттанған күйде киімдерімде соны көрсетіп бердім. Бірінші рет сол бірінші арманым и жетістігім сол деп ойлаймын. Демек, сіздің алғашқы коллекцияңыз сол кезде бірінші рет шықты. Одан кейін тағы да Nomad Fashion Day, бұл да Қазақстан бойынша өткізілген фэшн показ болатын. Сол показда да жүлделі орын алып, сол кезде показға шыққан болатынмын. Енді әрбір адамға бір шығармашылық дүние жасағанда шабыт керек болады ғой. Әркім шабытты әр жерден алады. Сіз шабытты қайдан аласыз? Әрқайсысы дизайнер, әрқайсысы бір өнердің адамы әр нәрседен шабыттануы мүмкін деп ойлаймын. Мысалға, біреулер табиғаттан шабыттануы мүмкін. Ол шабыт зданиялардан алуы мүмкін. Әр нәрседен шабыт алуы мүмкін адам. Мен сол кезде коллекциямды сол айтып жатқандай Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен шабыт алдым деп ойлаймын. Енді табиғаттың жаңа гүлдерден алуы мүмкін. Тағы да ол шабыт кесе жаңағындай ғой. Дизайнер әрқайсы нәрседен өзі шабыттануы мүмкін. Демек, сіз шабытты өзімнің кесенеден сол кезде алған болатын. Демек, сіздің коллекцияларыңызда осы кесененің ою-өрнектері бар, Кесененің ою-өрнектері бар. Одан кейін жаңағы Ұлы Жібек жолдағы түйелердің реңінен шабыттанып, оларды қосамын, жаңағы неге қосқанмын. Қазіргі таңда коллекцияларыңызда қандай түстерді қолданасыз, қандай форматтар, киімнің қандай форматтарын жасайсыз қазіргі таңда коллекцияда? Өзгерді ма форматы ол бастағыдан? Ол бастағы форматтан қазіргі шығарып жатқан коллекциямыз сәл өзгеріс кіргізсем деп ойлаймын, бірақ бәрібір де ары қарай екінші коллекциямызда да сол Қожа Ахмет Яссауи медресесінің принттерін пайдалана отырып коллекция жасаған болатынбыз. Тағы да ол классический үлгіде дайындалған костюмдар, яғни классика офисіне киюге арналған киімдер дайындаған болатынбыз. Ендігі қазіргі таңда мақсатым сол қазақи ою-өрнектерді пайдалана отырып ұзатуға, немесе жаңағы осындай бір тойларға сондай киюге арналған киімдерді қазақи нақышпен безендіріп коллекция жасау мақсатымыз бар. И осы коллекциямызды дүние жүзіне фэшн индустриясына танылтып,
біздің де киімдерімізді сол фэшн индустрия таныса деген сол оюларымызды, нақыштарымызды яғни көрсете алу мақсатым бар. Құдай қаласа әлемдік аренадан сіздің атыңызды көрейік. Әрине, Құдай қаласа. Мықты бір кәсіпкер болып қалыптасқан әрбір тұлғаның артында бір қиындықтар болады ғой. Сіз де осы жолға жету барысында қандай қиындықтардан өттіңіз? Өте көп қиындықтар болды, енді ол көп жеңілдіктер де болды. Мен енді қиындық деп, қазір қиындық деп айтайын десем де, қатты жоқ, қалай ұмытып та кеткеннен кейін уже қатты қазіргі таңда уже ұмытылған нәрсе болып тұр да, ол нәрселер. Ол кезде бастаған кезімде менде ешқандай бір машинка да болған емес, ешқандай бір тігетін құралым да болған емес, тек қана бір машинкам болды, папама алып берген яғни аяқ машинка. Бұрындары аяқ машинкамен болатын еді ғой. Сол кезде армандайтынмын, осындай бір машинкалар алсам, 5-6 қызды жұмысқа алсам, машинкаларым көп болса деген мақсатпен жаңағы бастаған болатын. Бірақ не істерімді білмеген кезім болды. Жаңа не істеде, неден бастарымды білмеген кездерім болды. Сол кезде білімімді жетілдіріп, курстар оқыдым. Ол курс тек қана тігін курсы емес. Ахметбек Нұрсиланың бастау деген курсында оқыдым. Одан кейін Ташкентте жаңа Ибрагим Гулямовтың тізімге салу деген атты курстарын оқыдым. Одан кейін Рана Хамраеваның дизайнерский курстарын оқып шықтым. Енді қиындықтар бойынша келетін болсақ, маған ең бірінші көмегі тиген өзіміздің телевидениеден қарап отқан кезде не істесем екен, неден бастасам екен, менде қаражат жоқ деген сияқты. Сол кезде бастау бағдарламасы болды. Яғни кәсіпкерлерге арналған бастау бағдарламасы, одан кейін 6%-пен кредит беру несі болды. Сол кезде 6% кредитті алу үшін көп қиындыққа ұшыраған кезім есіме түсіп жатыр. Сол кезде 2 миллион 6%-пен кредит алған кезімде сол қатты қиналдым десем болады. Өйткені залог қоятын, менде залог болған жоқ. Дамытайын десем, қалай десем екен, қатты бір қиын жағдайға ұшырадым сол кезде. Құлдырау болды дейсіз ғой? Иә, сол кезде енді аяқ тіреп алдым, мен сол кезде аламын, сол жұмысымды бастаймын деп. Сол кезде менің, қазір айтып өтпесем болмайды, сол кезде Инар әпшем. Инар әпшемнің көп көмегі тиді. Сол қиналып, қатты қиналып тұрған кезде жаңағы залог дейді ғой, залогқа қоятын кезде бір Инар әпшең өзіңнің несін маған не істеді десем болады. Инар әпшең қазіргі күнде Қуаныш базарының бастығы. Сол маған қарсы алып, сол жерді местасын беріп, маған дальше сол кредитті алуға көмектескен сол кісі болатын. Жалпы енді айтамаңыз ба? Жоқ, жаңа қатты қиналған, сол қаржы жағынан қиналған кезде сол Инар әпшең маған көп көмегі тиді деп ойлаймын. Әйел 40 шырақты деген осы ғой, 40 жанды деген. Ешқашан қанатыңыз сынбасын, осылай әрі қарай дами беріңіз. Ендігі мына бір сұрақ болып тұр. Жалпы қазіргі таңдағы киімнің үлгілеріне көңіліңіз толады ма? Дизайндар қалай? Сонымен қатар бізде білесіз ғой, әр жыл сайын өзі трендте болатын түстер болады, киімдер болады, сол туралы айтып өтсеңіз. Дизайнер ретінде жеке көзқарасыңыз. Қазіргі күнде әр жылы түстер өзгеріп отырады ғой. Бірақ әрқайсы адамның өзіне жарасатын түсі де болады. Ол түс адамның бет әлпетіне, реңіне қарап таңдалады. Бірақ бұл жылдағы түс біздегі қоңыр, яғни кремовый, шоколадный цветтер қазіргі трендте. Енді ары қарай жаңағы әркімнің өзіне сай, өзінің талғамына сай жылы түстер модада. Ал қазіргі киімдерге көңіліңіз толады ма? Дизайнерлердің жұмысына не қосқыңыз келеді? Қандай жаңашылдық алып келгіңіз келеді? Қазіргі дизайнерлердің жұмысына, қазіргі енді шығып жатқан, енді қадам басып жатқан дизайнерлердің
жұмыстарына әрине көңілім толады. Өйткені мен қазіргі таңда педколледжға және де жаңа яссауи колледждеріне комиссия ретінде, сарапшы ретінде шақырып жатыр. Сол кезде жастарды көріп жатырмын, қалай шығарып жатыр, олардың идеялары мықты, ойлары ұшқыр, яғни фантазиялары мықты десем де болады. Олар өздерінің тағы да не дейді, шабыттарын оятып, өздерін көрсетіп, болашақта күшті дизайнер болып жетісетініне өздерін көрсетіп жатыр. Я қуаныштымын олардың жетістіктерін көріп. Әрине бұл дизайн саласын таңдаған әрбір келіншек үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Бұрын бізге де айтатын, киім тіге алсаң, киім пішіп тіге алсаң, бұл әр үйде де отыруға да болады. Мысалға қыз келіншектерге мысалға болады ғой, кейбір кезде сыртқа жұмысқа шығамайтын кездері болады, үйде отыратын кездері болады. Сол кезде әр үйде де өздерінің табысын тауып отыруға болады. Мысалға бұл сала арқылы білетін болса, Инстаграм арқылы болсын, өздерінің тіккен киімдерін салуға болады. Әрі өздерінің жеке брендтерін құрып ателье ашуға болады. Ары қарай жаңағыдай қандай нәрсе істесе де, үйде отырып істесе де, және сыртқа шығып өзінің брендтерін дамытса да, бұл сала әрбір қыз келіншек үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Жалпы енді подкастымызды қорытындылайық. Біздің көрермендерге айтарыңыз болса, бір-екі сөз ауыз айтсаңыз. Айтатыным, дизайн саласы, киім тігу, ол ешқашан не дейді, сәннен қалып қоймайды, неден қалмайды. Кейбір салалар мысалға қазір неден шығып баратыр ғой, не дейді, қолданыстан. Трендте немесе. Адам тірі екен, адам сау екен, ол киім әрдайым үстіне киім киеді, және ол ешқашан трендтен де қалмайды, сәннен де қалмайды деп ойлаймын киім. Яғни тігіншілік кәсібі, дизайнерлік кәсібі әрқашан бұл керек кәсіп деп ойлаймын. Жақсы, Нилуфар ханым, сізбен осылай танысқаныма қуаныштымын. Сіздің осы өз салаңыздағы жолыңыз біздің көрермендердің арасындағы жастарға бір үлгі болатынына сенімдімін. Ешқашан қанатыңыз талмасын. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі подкастымыз өз мәресіне жетті. Жалпы бүгін сән әлеміне қатысты өзекті нәрселерді, оқиғаларды және Нилуфар ханымның осы саласындағы жолын талқыладық, қозғадық. Енді келесі шығарылымда тек қана жүздескенше дейміз. Сау болыңыздар.